Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті жазушылардың бірі Сансызбай Сарғасқаев. Ол өз шығармаларында балалардың тағдырын және адамгершілік қасиеттерді шынайы бейнеленген. Сол шығармалардың бірі Тәмпіш қара повесі. Бұл шығармада бізді соғыс кезіндегі қиын да ауыр ауыл өміріне жетелейді. Адамдар үміт пен сағынышқа толы күндерді басынан кешеді. Әр отбасы маңдайынан хабар күтеді. Повестің басты кейіпкері Тәмпіш қара атты қарапайым ауыл баласы. Оның әкесі соғысқа кеткен. Сол себепті ол ерте есейіп, анасына тірек болады. Жас болса да үлкендердің ісін атқарып еңбекке араласады. Ауыл өмірі оңай емес. Аштық, тапшылық, ауыр еңбек бәрі де бар. Бірақ Тәмпіш қара оны мойындамады. Ол мал бағады, егіске көмектеседі, үй шаруасын атқарады. Оның бойында төзімділік пен сабыр бар. Басқа балалар оны кейде мазақ етеді. Оның сырт келбетіне қарап күледі. Бірақ Тәмпіш қара оларға ренжімейді. Ол өзін сөзбен емес, іспен дәлелдеуді жөн көреді. Бір күні ауылда қиын жағдай туындайды. Дәл осы кезде Тәмпіш қара қорықпай алдыға шығып жауапкершілікті өз мойнына алады. Ол батыл әрекет жасап өз ерлігін көрсетеді. Осы оқиғадан кейін адамдардың оған деген көзқарасы өзгереді. Бұрын оны мазақ еткендер енді құрметпен қарайды. Тәмпіш қара қарапайым баланың үлкен өмірге қадам басу жолы. Оның тағдыры арқылы біз қиындыққа мойымауды, еңбектенуді және сабыр сақтауды үйренеміз. Бұл шығарма бізге маңызды ой қалдырады. Адамды сырт келбетіне қарап бағалауға болмайды. Нағыз адамды оның ісі мен мінезі анықтайды. Тәмпіш қара бұл тек бір баланың тарихы ғана емес. Бұл қайсарлықтың, еңбектің және адамгершіліктің символы. Қарапайым ғана бала, бірақ үлкен жүрек, қиындыққа сынбаған, еңбекпен шыңдалған. Тәмпіш қара үнсіз ерлік иесі.